Құрметті тыңдаушылар, аталған дәрістің негізгі мақсаты балалар хирургиялық патологиясы арқылы студенттерді ерте диагностикалау және уақытында сапалы медицина көмек көрсету білімін арттыру үшін зерттеудің кейбір әдістемелік әдістерімен таныстыру. Оған себеп болған балалар хирургия кафедрасын орындаған Қарағанды медициналық мемлекеттік университеті ғылыми кеңесімен бекітілген және ғылыми техникалық экспертиза ұлттық орталығында тіркелген балалар хирургиясы кафедрасының жүзеге асыратын ғылыми техникалық жобаның нәтижелері. Осы ғылыми техникалық жобаға сәйкес білім беру үрдістеріндегі негізгі мәселе студенттердің құндылық бағдарламаларын қалыптастырып, білімге тартып, олардан нарық бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау. Алайда, ғылыми техникалық жобадан шыққан осындай маңызды және күрделі мәселелердің шешілу, медицина дамуына ерекше үлес қосқан орталық Азия ғалымдарын Ибн Сина, Әл-Фараби, Өтебайдақ Тілеуқабыл рөлін талдаусыз тарихи негізсіз осы слайдтарда көрсетілгендей мүмкіндік емес. Егер Авиценна мен Әл-Фарабидің аттары белгілі бедел болса, онда Қазақстан тәуелсіздігінің иемденіп, мемлекет аралық қарым-қатынастарды кеңейте отырып, шипалы емдеу туралы халықтық тәжірибесімен өз тәжірибесін зерттеп, алғашқы рет көптеген аурулардың семиотикаларын келтірген Өтебайдақ Тілеуқабылдың рөлі туралы мәлім болды. Осы ғалымдардың қосқан үлесін бағалау үшін алдыменен осы дәріс тақырыбының бағыттарына отырып, семиотиканың не екенін және медицина қоғамында қандай дәрежеде танылғанын, сондай-ақ Еуропа мен Ресейдің ғалымдары қалай оны дәлелдеген түсіну керек. Тұтастай алғанда, семиотика термині Латман, Риглер, Умберто Эко және Герасимованың шығармаларында сипатталған. Оған қосылып Найман батыс семиотикалық теориясының бар екендігін көрсетіп, оның қалыптасуына Гиппократ пен Галеннің ежелгі медициналық семиотикасы келтіреді. Бұл бір мезгілде Авиценна, Әл-Фараби, Өтебайдақ Тілеуқабыл ілімдерінің отандық семиотикалысына және олардың ұлттық ішкі семиотикалық теориясына қажеттілік туралы мәселені көтереді. Оның болмауы ғылыми техникалық жобаның нәтижесі бойынша отандық ғалымдарға және нарықтық жағдайларға зерттеуді кедергі келтіріп, басқа белгілі теорияларға бейімділге мәжбүрлейді. Бірақ оған жету үшін біз әуелі медицинада, балалар хирургиясында семиотиканың не екенін білуіміз қажет. Ғылыми жоба 4-ші курстағы балалар хирургиясындағы пропиететикалық сипатын симптомымен және синдромымен қатар семиотикамен толтыру керек екенін, диагнозды сапалы қоюға мүмкіндік беретін дәлелдеді. Осы әсіресе жедел аппендит пен пилоростеноз жағдайында айқын көрінеді. Слайдта жедел аппендицит кез келген симптомының қалыптасуына бәрі құрт тәрізді өсімдіктің түрі, орналасуы, соқыр ішек, шарбы, іш перденің жапырақтары, тендердің морфологиясы мен құрт тәрізді өсімдіктің ішіндегі құрсақ қуысының іш пердесіндегі қабыну процесінің кезеңдері әсер ететіні көрсетілді. Оны ағзалар, тендерден жіберілген семиотикалық белгілерді дұрыс оқып, түсінгенде ғана уақытында әрбір ем шараларды қолдануға болады. Бұл слайдтарда көрсетілген даму ақауларын зерттеу нәтижелерін, оларды семиотикалық тұрғысымен симптомдары және симптомдарды іздеу үшін қарастырған білімді тереңірек арттырады. Ал оны эмбрионалды кезеңнен талдасақ, тендермен ағзалардың даму бағдарламасын
сценарийін әзірленбеген бұзылуын, өзгеруін ойлауға келтіреді. Біз аз мөлшерде патологияларды талдадық, симптомдарды қарадық, олардың семиотикалық, анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері мен генетикалық және эмбрионалдық себептерін сипаттадық. Сонымен балалар хирургиядағы тарихи және клиникалық мысалдарды келтіріп, семиологияны ғылым ретінде баяндап және аурулардың семиотиктерін сипаттаудың сәтті түсті деп ойлаймын. Сіздерге студенттік өзіндік жұмысын сөз және оқытушымен бірге сөз жұмысын орындауға арнайы әдебиеттер тізімін келтірдік. Назарларыңызға рахмет.